Қостанайлық құтқарушылар Қонай шағын ауданындағы өртті жойды. Онда ғимараттардан алыс жерде ашық алаңда тұрған құрылыс контейнері өртенді. Өрттің ауданы 25 шаршы метрді құрады. Уақиға орнына төтенше жағдайлар департаментінің 2 арнайы техникасы жіберілді. Өрт сөндірушілер өртті тез арада жойды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметтері бойынша ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір уақытта өрттің себебі анықталуда. Сондай-ақ төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары Сарыкөл ауданында балшыққа кептеліп қалған автокөлікті алып шықты. Дала жолында жағдайдың қиындаған сонша жол талғамайтын көлікте оны шығарып алмайтындай болды. Нәтижесінде төтенше жағдайлар департаментінің арнайы көлігі осы орынға келіп, машинаны таза учаскеге сүйреп апарды. Автокөлік салонында болған 3 адам құтқарушыларға медициналық көмекке мұқтаж емес екенін атап өтті. Қостанай тұрғыны апатты жағдай жасаған үшін жазаланды. Оның қауіпті маневрі көліктің басқа көлікпен соқтығысып қала жаздаған автотіркегіш объектіне жазылып қалған. Бейнежазба Алло телерадиокомпаниясының редакциясына жіберілді. Біздің сұрауымызға жауап ретінде аймақтың полиция департаменті 36 жастағы жүргізуші әйелдің жол қозғалысы ережелерін бұзғанын хабарлады. Ол маневрдің қауіпсіздігіне сенімді болмай және төтенше жағдай туғызды. Әйел әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оған 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды, яғни 39 мың теңгеден сәл артық айыппұл төлейді. Қостанайда отбасы күніне орай зорлық-зомбылыққа жол жоқ ұранымен флешмоб өтті. Полицияны Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің жариялаған құқық бұзушылықтардың алдын алу жылына арнады. Ұйымдастырушылардың айтуынша акция отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан челленджінің бір бөлігі болды. Оның негізгі мақсаты қоғамда үй тираниясының нөлдік төзімділік қалыптастыру, отбасының құндылығын нығайту және ведомствоаралық ынтымақтастықты кеңейту. Облыс әкімдігі ғимаратының алдында 300-ге жуық колледж студенттері жиналды. Олар зорлық-зомбылыққа жоқ деген жазумен шықты. Бастамаға мәдениет және спорт басқармасының өкілдері, әскери қызметшілер, төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, дәрігерлер, іздестіру құтқару жасақтарының, үкіметтік емес ұйымдардың еріктілері қосылды. Іс-шара барысында полиция қызметкерлері отбасылық зорлық-зомбылық жағдайында көмек сұрауға болатын сенім телефондары мен қызметтердің байланыстары бар ақпараттық жаднамалар таратты.